Өзіңді жақсы көру. Екінші күн. Айна алдындағы аффирмация. Өзіңді жақсы көруге көмектесетін бірден бір әдіс айна алдында аффирмация айту. Айнадағы өз бейнеңізге қарап айтылған аффирмацияның орындалу мүмкіндігі де жоғары. Өйткені ол бірнеше жылдан бері келе жатқан жағымсыз ойларды тазалайды. Және біз өзімізбен бетпе-бет келіп, өзімізді қабылдай бастаймыз. Біртіндеп сіз айна алдында өзіңізді жақсы көре бастайсыз. Аффирмацияны айту да оңай бола бастайды. Үлкен айнаның алдына келіңіз. Кішкентай айнаға қарасаңыз да болады. Денеңізді бос ұстап жайбарақат күйге еніңіз. Айнадағы өзіңізге қараңыз. Өз атыңызды айтып, мен сені жақсы көремін. Мен шынымен де сені жақсы көремін деп аффирмация айтыңыз. Бұл аффирмацияны тағы да 2 рет айтыңыз. Өз атыңызды айтып, мен сені жақсы көремін. Мен шынымен де сені жақсы көремін деп айтыңыз. Өз атыңызды айтып, мен сені жақсы көремін. Мен шынымен де сені жақсы көремін деп айтыңыз. Бұл аффирмацияны күніне 100 мәрте қайталаңыз. 100 өте көп болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл ең оңай аффирмация. Тек оны айтып бастасаңыз болғаны. Егер мен сені жақсы көремін деп айту қиын болса, сіз әлі де өзіңізді кінәлайтын болғансыз. Өзіңізді еш нәрсеге кінәламаңыз, айыптамаңыз, жазғырмаңыз. Еш нәрсені ойламай, жай ғана айнаға қарап, шынайы аффирмацияны айтыңыз. Біздің әрқайсымыз өзімізді жақсы көретініміз шындық. Тек өзіңізді кінәламасаңыз болғаны. Сіз жақсы көруге лайықсыз. Сіз бақытты болуға лайықсыз.